Баршаңызға сәлем, қайырлы таң. Бүгін сіздерге барлығымыздың сүйіп жейтін оливья салаттың екі түрлі жасалу жолын салатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Алдымен өзіміздің бұрынғы жасап жүрген оливья салатымызды жасаймыз. Ол үшін барлық керек заттарымызды майдалап, кубиктап, әдемілеп турап шығамыз. Дәміне қарай тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Сосын 190 грамм майонезімізді қосып, барлығын біркелкі араластырамыз. Осымен оливья салатымыз дайын болды. Өте керемет. Барлықтарыңызға ұнайды деген үміттемін. Ас болсын. Ал енді келесі қызылша қосылған оливья салатымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін барлық керек заттарды әдемілеп кубиктап турап шығамыз. Маған осы қызылша қосылған оливья салаты қатты ұнады. Дәміне қарай қара бұрыш және тұзды қосып, барлығын біркелкі араластырамыз. Сосын үстінен 150 грамм майонезімізді қосып, барлығын біркелкі араластырып, ыдысымызға саламыз. Қызылша қосылған оливья салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Ас болсын.